Армысыздар, қадірменді әділ қазылар және топтың қатысушылары. Бүгінгі әділ қазыларымыз Бахира Жалғасқызы, Жанна Қайратденқызы және Руслан Алмасұлы. Ал енді сөз кезегімізді жаттаушы топқа береміз. Ал тақырып шетелде оқу міндет пе, қажет пе? Біздің жас құрам тобы шетелге шығып білім алу қажет деп ойлаймыз. Себебі жылдан жылға әртүрлі ұйымдар және шәкіртақы және немесе қалалар қаржы арқылы шетелге шығып оқып жүрген қазақстандықтар 2013 жылғы деректер бойынша 67 мыңнан асты. Біз бұл санды аз деп ойламаймыз. Және де осыған орай біз шетелге шығып білім алу, біреуді таңғалдыру қиын деп ойламаймыз. Бірақ та халық арасында жүріп жүрген алып қашпа сөздерде өте көп. Мысалдан, шетелге өзінің мемлекетін қатайту үшін бірінші Петр өзінің қоластындағы адамдармен бірге шетелге Европаға шығып білім алып, және де өзінің құлдырап жатқан Орыс империясын қатайтқан. Және де Жапонияның бірінші патшасы Менжи император мемлекет құра салып, өзінің бірінші оқушыларын құрып және оларды шетелге жіберген. Рахмет. Жоламанов Айбар, дақтаушы топ. Негізінен мен олардың пікіріне келіспеймін. Өйткені қазіргі уақытта технология және Қазақстанның экономикасы өте дамыған. Қазақстанның енді бүкіл өмірдегі 50 ең дамыған халықтың арасына кіреді. Сол себептен Қазақстанда шетелден келген азаматтар және мұғалімдер, ұстаздар осы Қазақстандағы мектептерге келіп, балаларға жақсы тәрбие береді. Мысалы, Назарбаев университетін алатын болсақ, Назарбаев және осы біздің оқып жатқан Қазақ-түрік лицейін алатын болсақ, біздің мектепте түрік елдерінен келген әртүрлі азаматтар және азаматшалар бізге тәлім тәрбие беріп, бізді жақсы оқытып жатыр. Және Назарбаев университетінде және Назарбаев мектептерінде ол жерде әртүрлі елдерден, мысалы Англиядан және Америкадан келген ұстаздар оқытып жатыр балаларды. Осылай қарайтын болсақ, Қазақстан, мысалы, екінші себептен шетелдерде оқуға болмайтын екінші себебі, мысалға, кейбір Қазақстандағы адамдар, олар өзінің тілін жетік білмейді. Сол жетік білмегеннен кейін олар басқа, мысалы, Ресей сияқты немесе басқа Америка құрама штаттарына немесе Англия сияқты жақсы дамыған елдерге кетсе, олар өздерінің тілін жетік білмей, мысалы, басқа елдің тілдеріне көбірек сол елдің тілдерін үйреніп, соған көбірек мағына жұмсайды. Осылайша қазақтардың барлығы сол шет елдерге кете берсе, олардың қазақтар болып қала бермейді. Мысалы, шет елдерде бұрын ашаршылық кездерінде немесе қазақтардан малды тартып алып жатқан кезде көп қазақтар қашып кеткен. Сол қазақтардың
ұрпақтары қазір өздерінің елдеріне қайтқысы келіп тұр. Біздің бірінші себебіміз ол ақша мен қаржыға байланысты. Мысалға, Оксфорд не Массачусетс технологиялық университеттеріңізде оқыңыз келсе, әрине сол жерде оқу ақысы қымбат екені белгілі. Бірақ рейтинг тізіміндегі төменде орналасқан университеттерге көз салсақ, олардың оқу ақысы біздің Алматыдағы мен және Астанадағы университеттермен шамалас. QS World University Rankings бойынша 360 орында тұрған біздің Евразия ұлттық университетіміздің оқу ақысы 4.000-6.000 долларға дейін жетеді. Ал одан жоғары 336 орында орналасқан Италиядағы Дерома университетінде оқу ақысы небәрі 2.000 долларға дейін жетеді. Ал егер Германия, Чехия, Франция мемлекеттерінде тіл білсеңіз, ол жерде оқу ақысы мүлдем тегін. Даттау штабы. Экономика туралы айтайық. Экономика бойынша шет елдерде оқу қымбатырақ болып саналады. Сол өзіміздің ақшамызды шет елде оқу үшін ақшамызды соларға берсек, олар бай түседі. Ол бізге қандай пайда береді? Ол бізге ешқандай пайда бермейді. Егер біз өзіміздің мектептерімізде, өзіміздің университеттерімізде оқысақ, біздің экономикамыз байи түседі. Яғни сол шет елде алған білімімізбен, сол шет елде біз білімді басқа тілде аламыз. Ал ол бізге халыққа қалай көмектеседі? Егер біз өзіміздің елімізге қайтып келсек, біз бұл жерде жұмыс істей алмаймыз. Себебі біз басқа тілде үйрендік ол нәрсені. Бізге басқа елде жұмыс істеуге тура келеді. Басқа жерде жұмыс істеу деген ол басқа елге көмектесу. Ал егер біз Қазақстанда үйреніп, өзіміздің тілімізде бүкіл сіңіріп алсақ, бүкіл білімді сіңіріп алсақ, біз сол білім арқылы біздің өзіміздің елімізге жұмыс істей аламыз. Ол елімізге жұмыс істеген халыққа да көмек. Мен азаматшамыз сол жерге түсе алмай жатыр. Не үшін деп жаздыңыз ба? Не үшін? Қандай жауап бересіздер? Сол кезде сіздер не істейсіз? Жоқ, не үшін? Оған қалай жауап бересіздер? Оған қалай жауап бересіздер? Нұралда білім деңгейі. Назарбаев университеті білім деңгейі жоғары болғанмен, жоқ, оқу ақысы жоғары болғанмен. білім деңгейі жоғары болғанмен, оқу ақысы жоғары. Оған көптеген жағдай жетіспейтін азамат. Бізден сұрақ. Назарбаев университетінде білім беру деңгейі жоғары болғанмен, оған беретін жылдық ақы өте көп. Оған себеп болады көптеген жағдай жетіспейтін азамат немесе азаматшаларымыз ол университетке түсе алмай қалатын жағдайда болады. Оған қалай жауап бересіздер? Назарбаев университетінде және мектептерінде де оқуға бір ерекше білім және дарынды балалар ғана сондай мектепке және университеттерге түсе алады. Мысалы, сабақта жай ғана шулап тыңдамай отыратын және сабақты жетік білмейтін балалар ондай мектепке түсе алмайды. Сондықтан тек қана халықтың арасынан таңдап алынған балалар ғана сондай мектептерге және оқу орындарына түседі. Сондықтан бұл сұрақ осы біздің елімізде оқымауға ондай себеп бола алмайды. Қазақстанда да жетік білім берсе, неге осы барлығы шетелге талпынып, сол шетелден білім алғысы келеді? Қазақстанда да жақсы білім береді ғой? Мысалдан, қазіргі мемлекеттен бөлінген арнайы қаржы бар шетелге шығу үшін. Ол болашақ жоспары деп аталады. Және де ол шетелге шыққанда тегін жетілген білім беру, дамыған
беру жүйесімен біздің қазақстандықтарымыз үйрене алады. Мысалдан шетелге шығу ол тек қана тіл үйрену емес. Ол жерден көптеген Қазақстанда әлі болмаған, әлі үйретілмеген кейбір технология немесе кейбір мамандықты үйретеді. Және де ол шетелге шығу бізге тілді де біздің қазақстандық азаматтарымыз тілді де үйрене алады. Және де менің ойымша қазақстандық университеттер қанша дамығанымен кейбір шетелдік ескі университетіне жету үшін әлде бізге тырысу керек. Сол үшін менің ойымша шетелден білім алу біздің еліміздің дамуына да көмегін тигізеді. Мысалдан жаңа айтқанымдай бірінші Петр өзінің қоластымен шетелге шығып оқыды. Ол кісі бір үлкен император, ал біз оқушымыз. Біз мемлекетіміздің дамуына шетелге шығып кейбір жетілген технология мен білімді үйренуге менше қолымыздан келгенше оқуымыз керекпіз. Жаңа даттаушы тобы былай айтты. Біз шетел университеттеріне немесе мектептеріне ақша төлеп түсеміз дейді. Бірақ оның бір әдісі бар. Ол егер сіздердің біліміңіз, шет тілін біліміңіз жоғары деңгейде болса, сіз оған тегін түсе аласыз. Немесе шет тілі білгеніңіздің сертификаты болса, оңай түсе аласыз. Қазіргі сол сертификаттар Ұлыбритания, Австралия жерінде IELTS деп аталады. Ал ақш жерлерінде TOEFL, Франция жерлерінде DALF, ал Германия жерлерінде TESDAF деген сертификаттар алуға болады. Егер де сіздердің біліміңіз шет тілдеріне немесе жоғары деңгейге жетпесе, сіз осы Қазақстандағы жаңағы жолар курстарына бара аласыз. Қазір біздің лицейімізде көптеген бір тілдер оқимыз. Сол арқылы біз басқа бір шет елдеріндегі университеттерге түсе аламыз. Даттаушы тобы. Мысалы, Қазақстанда ұлы Абай сияқты ұлы ақындарымыз, даналарымыз осы Қазақстанда оқып жүрген. Неге бізде солай оқи алмаймыз деген сұрақ келеді. Және де немесе мүмкін сағыныш сезімдері болады. Шет елде тұрып өзінің туған еліңді, туған жеріңді, ата-аналарыңды сағынарсың. Және де қауіпсіздік мәселелері болғанда сол шет елде жалғыз жүресің, жалғыз өзің бәрін оқисың. Енді Қазақстанда оқығанда өзінің туған жеріңде, өзінің отбасымен бірге, сол олар бізге жауап береді ғой. Құрметті оқушылар, бүгін біз міне Ділмар атты пікірсайыс клубының таныстырылымында отырмыз. Бұл бізде мектепте бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Жалпы әрине осыны ұйымдастырып отырған қазақ мәдениет пәнінің мұғалімі Руслан ағайға көп рахмет айтамыз. Бұл жалпы біз үшін, қазақ баласы үшін, балалардың өзінің ойын толық жеткізу үшін, сөйлеу мәдениетін дамыту үшін пікірсайыс клубының ықпалы өте зор. Сондықтан біз бұл сайыс болашақта біздің өмірімізге өте қажетті сайыс деп ойлаймын. Енді бүгін таныстырылым болғаннан кейін біз әрине кемшіліктер де болады, артықшылықтар да болады. Ең бірінші сайысты бастаған
оқушымыз, жүргізуші оқушымыз клубтың ашылуын, мақсатын барлығын айтты, талаптармен барлығын таныстырды. Біздің білуімізше осы сайысқа келіп отырған екі топта пікірсайыстың, яғни дебаттың өзіндік талаптарын біледі. Яғни ол туралы әңгіме жүргізілген, өз оқушылардың арасында тақырып таныстырылған, және тақырыпқа байланысты екі топта біраз мәліметтер жинақтап ізденген. Ол бізге сіздердің жауаптарыңыз арқылы білініп тұр. Енді ең бірінші әрине тақырып болғаннан кейін, тақырып әрине өзекті тақырып. Қазір кезде жастар үшін, әрбір отбасы үшін қазір кезде көтеріліп жүретін, күн сайын үйде талқыланып жүретін тақырыптардың бірі. Сондықтан біз болашаққа бұл әрине қажет. Өте өзектілігі, тақырыптың өзектілігі жақсы деп ойлаймыз. Енді ең бірінші жақтаушы топ болады әрине бұнда дебатта, және даттаушы топ болады. Тақырыптың өзектілігіне байланысты жақтаушы топ, яғни біздің тақырыбымыз шетелде оқу қажет пе? Осы тақырыпты, ал енді даттаушы керісінше қажет емес деген мәселені талқылау керек. Міне осы ең бірінші бізді қуантып отырған нәрсе, екі топта, екі жақта өзінің мақсат міндеттерін біледі. Яғни бірінші жақтаушы топ шетелде, қазақ жастарының шетелде білім алғаны дұрыс деп есептейді, ал даттаушы топ дұрыс емес деп есептейді. Енді екі жақтан да әрбір оқушыны біз тыңдадық. Ең бірінші жақтаушы топтан шыққан оқушы бұнда Қазақстанда қазақ жастарының білім алғаны дұрыс деген біраз мәліметтерді жинақтапты, мәлімет іздепті. Мысалдар жинақтады, дәлелдерін айтты. Ал одан кейін даттаушыдан біз бір оқушыны тыңдауымыз керек болатын. Бірақ жақтаушы ары қарай сөз алды дағыны, жақтаушы енді жаңағы бірінші айтқан оқушының оқу қажет деген нәрсенің себебін түсіндірді. Одан кейін даттаушы топ өзінің аргументтерін алды. Олар яғни оқудың біраз қазақ жастары үшін қажет емес екендігін, яғни ондай оқу орындары, шетелдегі сияқты оқу орындары өзімізде де бар екендігін дәлелмен түсіндірді. Одан кейінгі екі жақ бір-біріне сұрақтар қойды. Өйткені қалай да олар өзінің тақырыптарын алып шығу керек, жеңіске жету керек қой, жақтаушы топ жақтап жеңіске жету керек, қажет дегенді дәлелдету керек даттаушыға, ал даттаушы қажет емес дегенді екінші жаққа дәлелдету керек. Мақсат сол, Енді осы мәселеде біраз өздеріңіздің ойларыңызды сіздер білдірдіңіздер. Сұрақтар бізге біраз сұрақтар ұнады, бірақ әрине мына бірінші рет болып отырған, бірінші рет ұйымдастырылып отырған дебат болғандықтан біз дайындалып келген мәліметтерімізбен ғана шектелдік дағыны, ал жалпы бір-бірімізді тыңдауға, бір-біріміздің пікірін ары қарай алып кетуге көп мән бермедік. Өйткені біз үшін ең маңызды алып келген мәліметтерімізді айту керек болды. Сұрақтар да жақсы қойылды, бірақ бұл жерде әрине оқушылардың сұрақ қойғанда да бірінші жақтаушы топ алдында қандай пікір айтты? Сол топтың пікіріне қарама-қарсы келетіндей сұрақ қою керек дағыны. Ал сіздердің жауаптарыңыз тыңдаған келесі жақ соны жаңағы өздеріңіздің жаңылдыратындай, яғни өз пікірлеріңізге қарама-қарсы шығатындай сұрақтар дайындау керек болатын. Бірақ біз әрине мынадай бірінші сайыс болғандықтан жаңағы асып сасу болды ма, әлде қысылу болды ма, балалардың бойынан емін еркіндікті көре алмадық па, содан кейін жаңа сұрақтарда да түсініксіз болып жатты. Өйткені екі жақ бір-бірінің сұрақтарын түсінбей қалып жатты. Бірақ әрқайсының өзінің сұрақтары бар. Сондықтан бұл әрине келесі жолы ескеретін нәрсе. Ең біріншіден әрине емін еркіндік керек, екіншіден пікір айттыңыз ба, дәлелдеу керек, және екі жақ бірін-бірі тыңдау керек. Осы мәселелерді біз келесі жолы ескереміз деп ойлаймын. Жақтаушы топ көбіне сүйенгені біздің бұл шетелде оқу қажет,
өйткені ол шетелде білім алады, шетелде сертификат алады, ол сертификатты мына жақта пайдалануға жақсы, жұмысқа тұруға жақсы. Шетелде оқысаң, жаңағы мына жаққа ол жақта 5 жыл оқисың да бәрібір осында Қазақстанға келіп сен экономикасын көтеруге үлес қосасың ғой деген пікірлер айтты, иә. Ал екінші даттаушы шетелде оқыған пайдасы жоқ, ондай сертификатты бізде де аламыз деген мәселені айту керек еді, иә. Мына жаңағы айтты, сертификат алып жұмысқа тұруға жақсы дейді. Ал мына жақ даттаушы жақ, неге ондай сертификат бізде Қазақстанда бар ғой? Неге ендеше өзімізде де қол жетімді деген сияқты қарама-қарсы пікірлер айту керек та, соған кішкене шамамыз жетпей қалды. Ал екінші жақ ұпай бойынша сонда мына жақтаушы топта 6 ұпай екенді, ал даттаушы топ 7 ұпай алды. Сонда қазақтың жастары Қазақстанда оқуына, қазақ жастарының Қазақстанда оқуына мүмкіндік бар екен. Қажет екен ғой, иә? Қажет. Міне бұнда қазірде кішкене пікіріміздің айта алмай отырғанымыз, әлде бізде ішімізде көп пікірлер қалып қойған сияқты. Бұл өте ауқымды мәселе. Біз бұны әлі сыныпта да талқылауымызға болады. Келесі тақырыптарды да қойып, ашып, кеңінен талқылауымызға болады. Сіздерге көп рахмет. Енді ескеретін нәрселер, ұсыныстарымыз осы. Еркіндік керек, әрине тіл байлығы керек, көп дайындық керек. Әрбір топ бір тақырыпты алғаннан кейін өзара пікірлесу керек, және бұның ең қажеттілігі мынандай. Неге дайындалу керек? Көп мәліметтер жинап дайындалумен қатар, мына қарсы жақ бізге мынандай сұрақтар қою мүмкін деген сұрақтардың тізбесін жасау керек та, соған дайындалу керек. Міне сол кезде дебат ұтымды шығады деп ойлаймыз. Рахмет. Жақсы. Сүйемін сені ару Астана, аялаған мекені махаббаттың. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақытта.